Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қарағанды қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қызметкерлері арасында арқан тартыстан жолдастық кездесуді тамашалауға шақырамын. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған, бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған, Алатаудай алашымның, Қаратаудай баласымын, қастерлі алашымның, қорғаймын бар асылын. Командалар ортаға. Сәлемдесу, Қыран командасы. Қарсылас командаға жалынды әлі! Сұңқар командасы. Қарсылас командаға жалынды әлі! Командалар, ойын ережесін түсіндірем. Ортада жатқан қызыл жолақ. Екі жақ шетте көк жолақты көрсіңдер. Көк жолақты қай команда өз жағына қарай тартып алады, сол команда жеңіске жететін болады. Командалар арқанға. Дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. Болды! Команда жеңді. Көріп отқандарыңыздай, мектебімізде Наурыз мейрамының аясында мұғалімдердің арасында ұлттық арқан тартысы ойыннан сайыс өтті. Жігіттеріміз бүкіл күштерін салып, жігерлерін қосып, ойынды өте қызықты өтуге атсалысты. Көріп отқандарыңыздай, бұл ойында жастар командасы, яғни Сұңқар командасы жеңіске жетті. Осындай мейрамдар көп болсын, халқым. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын, еліміз дәулетті, қуатты, биіктен көріне берсін туымыз. Және де мектебіміздің жатақханасында оқушыларымыз қазақтың ұлттық ойыны, Қанталапай ойынының ережесін түсіндіреді. Армысыздар, құрметті оқушылар. Мен Қарағанды қаласының химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12 Б сынып оқушысы Серік Мерей. Және бүгін біз Қанталапай ойынның ережесін көрсетеміз. Бұл ойын жалпы қыс уақытында отбасымен бірге ойналатын ойын. Және бұл ойынды ойнау үшін сізде ең бастысы 21 асық болу керек. Және бұл жерде 20 асық және 1 асық хан асығы болуы тиіс. Ойынды бастамас бұрын біз осы хан асығын шертетін боламыз, және кімде аушы түседі, сол бірінші бастайды. Ал келесі бастаған аушы деген міне осылай түсу керек. Келесі ойыннан кейін, келесі ойыншы ол сағат тілмен арқылы алмасып отырады. Одан кейін ойынды бастаған кезде біз ең бастысы ол жерде лақтырған кезде олардың барлығы қатты бір-біріне жақын болмауы тиіс. Себебі қатты жақын болатын болса, онда сіз оны шерте алмайсыз. Міне бұл жерде табан түсті, иә.
Табан түскен жағдайда сіз тек қана табан түскен асықтарға ғана шерте аласыз. Мысалы сіз табан болып алшыға шерте алмайсыз. Сол сияқты шік болса тек шікке ғана, бүк болса тек бүкке ғана. Бірақ та егер де бұл осы асықтарды лақтырған кезде көрдіңіздер ғой, жаңа жиырылып қалды қайтадан. Енді қазір бұл асықтарды лақтырған кезде сізге егер де алшы түсетін болса, онда біз тезірек деп хантаупай деп айтып асықтарды жинай бастаймыз. Асықтарды кім жинайды, сол ұтатын болады. Яғни оған көбірек балл беріледі. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Менде бір сұрақ пайда болды. Осы жерде хан асығы алшы түрінде тұр. Осы алшы мен мына жердегі бүк асығын бір-біріне шерте аламын ба? Біріншіден, сіз алшы түскен кезде шерте алмайсыз, өйткені алшы түскен кезде сіз міндетті түрде барлық асықтарды қайтадан жинап алуыңыз керек. Тез. Концентрацияны тексереді бұл ойында. Ал екіншіден, негізі шік болса, мысалы, бүкпен, сіз оны шерте алмайсыз. Міндетті түрде екеуі бірдей түсу керек. Ал енді алшы түскенде біз барлық асықтарды жинап аламыз дедіңіз, иә? Барлық асықтарды жинап алған соң ойын бітіп қала ма әлде жоқ па? Жоқ, негізі алшы түскеннен кейін жаңағы сіздер тез асық жинап аласыздар ғой. Бірақ та ойын бітпейді, келесі ойыншы қайтадан лақтырады да, ары қарай ойын жалғаса береді. Менде бір сұрағым пайда болды. Осы хан асығының түсу түрлері жайлы айтып кетсеңіз. Түсу түрлері бұл жалпы 5 түрі бар. Мысалы, міне шік түсті. Келесі осылай түссе бүк, осылай түссе табан, осылай алшы, ал мынау омпы. Алайда бұл омпы өте сирек кездеседі, яғни біз үйде үстелдің үстінде ойнап отқандықтан. Негізі мысалы топырақ, құмда ойнайтын болса, омпы түсуі әбден мүмкін.